Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен сметанниктің оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен сметанниктің тестасын дайындаймыз. Тестаға қажетті заттар: жұмсақ сары май, жұмыртқа, қант ұнтағы, ұн және қопсытқыш. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды 1-2 минут миксерлеп аламыз. Келесі кезекте қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлейміз. Ендігі кезекте сарыуыздарды қосып араластырамыз. Сарыуызды араластырып болғаннан соң, ұн және қопсытқышты қосып, жұмсақ теста дайындаймыз. Мінекей теста дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және керемет болып шықты. Енді тестамызды 1 немесе 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Достар, келесі кезекте сметанниктің начинкасын дайындаймыз. Ең бірінші жұмыртқаларды шағып алып, қант қосып, жақсылап миксерлейміз. Қантты араластырып алғаннан соң, жүгері крахмалын қосып, тағы да араластырамыз. Сонан соң 25% сметананы қосып араластырамыз. Мінекей начинка дайын болды. Келесі кезекте тестаны формаға орналастырамыз. Тестаны формаға орналастыруды видеода көрсетілгендей етіп жасап алыңыздар. Тестаны формаға орналастырып болғаннан соң, начинкасын құямыз және де 170 немесе 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Вуаля, сметанник дайын болды. Енді оны дастарханға дәм ауыз тиюге тарту етсек болады.
Достар, бұл расымен де сметанниктің оригинал рецепті болатын. Әрине жасап көріңіздер және де міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Сіздермен болған Өмірбек Ақерке.